Да, достар, ауылда үйімай су басып кетті ғой, мәш. Так, жителер дайын тұр ма екен? Жителер дайын тұрса барып айтайын. Все, жителер. Енді бағанағы айтқан план істейтін шығармыз енді басқа амал көріп тұрған жоқ мен бұл жерде. Айшуақ, сонда біз деген қанша күн боламыз ол жерде? Е, примерно бір 2-3 күн шығар, неқтан қазір келіп, мына жердің барлығын андай жұмыс жасайтындар келіп, мына бәрін судың бәрін сорып алу керек, по идее. Кетіріп тастау керек бір 2-3 күнде. 2-3 күндей орманда бола тұрсақ, нормально ғой негізі. Онда жаймен жылжи берген дұрыс сияқты. Дұрыс, жалпы жаймен жылжи берген. Так, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгін видео қош келдіңдер достар. Чотам. Короче, қарандар достар. Ауылымызда су басып кетті, қарандар. Андай өткендей цунамилер келген жоқ достар. Ондай цунами болмаса да жағдай чота достар сәл-сәл қиындау болып тұр. Короче, ана көлден су көтерілді ма, жаңбырдан болды ма білмеймін достар. Короче, ауылда именно біздің деревня сәл жердің астында орналасқан ғой. И соның бәрін су басты, ал биік деревнялар баспады достар су. Енді бізде деген жалпы мына ауылда тұру қиын болады достар. Еще күн суық. Мына жерде деген тұру, судың астында тұру деген вообще жағып тұрған жоқ ешқайсымызға достар. Одан да біз деген андай шешім қабылдап отырық. Барып орманға барып достар палатка мен костер жағып соқта бір 2-3 күн тұра тұрсақ па деген. Ол менде достар заттарын бәрін алып алдым мен достар. Мен деген енді жителерге мен салып беретін боламын. Осы заттың бәрін білмеймін, ал енді орманға аттанатын шығармыз достар. Сендер видеоға лайктарын басыңдар, арнамызға тіркеліңдер. Давайте тез 100 000 подписчикке жеткізейік осы каналға да. Так что бәрін тіркеліп кетіңдер, және менің основной каналыма тіркеліп, основной каналыма жаңа жылға шейін 200 000 подписчикке жеткізейік достар. Және инстаграмға да тіркеліп кетіңдер, ссылкасын бәрі описаниеда болады достар. Так, шетелдерге қарай барайын. Ема енді ауыл су басып кетті мә. Ноутбугым қалып кетті менің, енді көзінсаның ішінде қараңдар. Ноутбугым тұр ма екен? Тұр аудио по идее көрінбей тұр. Ноутбугым енді қалып кетті көзінсаның ішінде. Білмеймін не істейтінімді. Қой, жителдер кеттік онда, жаймен біртіндеп асықпай бара берейік. Мен артымнан жүре беріңдер. Где-то ар жаққа қарай баратын шығармыз. Все, онда кеттік, ертелік барайық. Давайте онда жүріңдер, артынан адасып қалмай қалып кетпей жүріңдер. Қой достар, біз деген кеттік тез барайық. Анеқа деген сөйқа барып ертерек қазір деген костер жағымыз керек. Кирка бәрін алып алдым. На всякий случай мынандай шлем алып алдым, және де бізге 2-3 күнге жететіндей толтырып тамақ алып алдым. Если керек болса тағы да тамақ істей салармыз достар. Қой, мен деген пока что бір келіп қалатын, бір сәйкес келетін бір орын іздейін достар. Қай жерде бір сондай әдемі орын бар, сәл ауылдан алысырақ кету керек. Өйткені деген ауылға жақын болсақ су келіп тағы да басып тастауы мүмкін. Так, мына жер. Жоқ достар, бізге қасында су бар жер керек достар. Өйткені бізде деген бетол жуу. Так, опа. Мына жер вот нормально сияқты да достар. Или хотя бір түрлі ма? Жоқ достар, тарғым мына жер. Қой, короче, мен деген сондай бір подходящий керек жер іздейін. Сол кезде тапқан кезінде камерамды қосатын шығар, наверное. Так, достар, мен примерно тапқан сияқтымын сондай жер достар. Қарандар, мына жерде өзін су, бірақ сиырлар шомылып жүр ғой мынаяқта. Бірақ мынаяққа деген уже костерлар, палаткалар қойсақ болады. Айнала бәрі тал достар. Мынаяқта мына су болмаса достар, ар жақта су бар. Қарандар, ана құм тұрған жерде де су бар достар. Жалпы жақсы мына жер. Мына жерде жақсы екен достар. Жителер келді ма, артынан адасқамады ма? Опа, келген сияқты достар. Мін жүр ғой. Короче, жителдер жалпы чота мына жер қалай былай нормально сияқты, анда су бар. Енді малдар мешать етеді әрине, бірақ бұлар қуып жіберуге де болады. Айшуақ, жалпы нормально осы жерге істей берейік. Болды онда, осы сияқты болса, осы жаққа істеймін. Мен деген өзім істеймін бәрін. Примерно достар, мен бағана жолда пландап келгенмін, мына қойлар кетші тез. Так, мына шөптер жылай қал достар. Так, мына бәрін жұлып алып тастайын. Все, бірінші очередь бізге достар палаткаларды құрып бастау керек. Жаймен палаткаларды алайын достар. Опа, осыншама палатка алдым мен. Так, маған достар оранжевый палатканы достар примерно давайте осы жаққа қойып қойын оранжевый палаткамды. Сосын неқа біріне палаткалар тым үлкен екен да достар. Неқа бір палатка қояйын. Неқа тағы бір палатка қойып қойын достар. Сосын байдан бит неқа да палатка қойып. Жоқ достар, неқта осы где-то осы жаққа бір палатка қойып қояйын. Сосын мұнда давайте осындай палатка қояйын. И потом достар мына жерлерге де қою керек жалпы. Бір жерге үйе бермей. Так, осы жаққа давай ауылға қарап тұрсын, бәрі бір жаққа қарап тұрсын достар. Так, примерно осы жаққа бір палатка и тағы да осындай палатка. Вроде но жете ма жителер или тағы бар менде, тағы қой десеңдер. Так, по идее қашшы жетел. Так, мынаяққа тағы біреуін қойып жүрген.
сияма. Опа, все, тағы біреуін осылай қойып жіберсек болды, по идее жетіп қалатын сияқты достар да. Егер жетпей баратса бізде деген қолымызда тағы палатка бар, соны қоя саламыз. Так, мен дегеннен жол істейін достар, мына жерге бірге кіріп шығатын жол істейін достар. Неқа осылайынан бит гравиймен әдемі жол істеп шығайын қазір. Тема болып тұрсын, барлығы өте четкий болып тұру керек қой достар да жалпы. Так, неқтан былайынан шығатын жол қосамыз осылай былай достар. Арасына осылайынан бит жол қоссақ, мә гравийм жете ма менің достар? Гравийм что-то жетпей қалатын сияқты ғой, ё-моё. Так что бәрін қойынан бәрін экономдайын мен достар, осылайынан үлкен қылып баса бермей достар. Сәл экономдап істеу керек. Ауылға кіретін шеті осылай болса, деревняда на үйден шығатын шет, на үйден шығады достар. Так, неқтан былайынан битінде неқы қосылайын. Мә менде гравий жетпейді екен ғой. Хотя достар, ладно, қазір ана орман жаққа барып гравий алып келеміз достар. Ё-моё, барып шахтаға кіру керек болды ғой. Мәш. Достар, мен өші кеп қалдым. Қарандар өзі деген 32 гравий әкеп тастадым. Чо там жетелдер, не істеп жатсыңдар? Так, все достар, енді неқа смело гравиймен істей берсек болады. Так, мына жолға осылайынан гравиймен қосайық. Сосын мына да шыққанды қосамыз достар. Неқа бәрін бірге әдемі қосып қойық осылайынан достар, гравиймен, жолмен. Жалпы өзімізге де енді бір 2-3 күн тұрамыз достар. Өзімізге де бір әдемі болып, ыңғайлы болып тұрғаны қалап тұрмын достар. Өзімізге де ыңғайлы болғаны осылайынан жалпы әдемі болып. Так, осылайынан бет неқа қоямыз. Так, жетелер, сендер маған жаман мешать етіп жатсыңдар ше. Так, все, по идее достар, уже гравиймен жолымызды былайынан бет дәуітіп жасақ болады. И неяқты достар, осылайынан былай дәуітіп қойық. Все достар, по идее гравиймен жасалған жолымыз дайын, былайынан кіреміз. И все, гравиймен былай бөлінген. Так, все, жетелер, сендер бар жинала берсеңдер болады. Мен деген достар бір костерді осы жерге қойғым келіп жатыр примерно ше. Осы ауылдың центр жағына. Так, 2 костер қойық достар. Біреуін давайте бұрышқа қойық достар. Осы шетке қойған дұрыс бола ма екен? Так, біреуін шетке қойық осылайынан. Опа, как раз байынан бит біреуін неқа. А вот мына жерге достар, қас шетел абайлы күйік қама, біреуін неқа былай қоямыз достар. Все. Осылайынан қоямыз. Енді бізде не бар достар? Бізде факел керек достар. Ё-май, так, мен ағаш шауып келейін барып. Ағаш шауып бізге андай не істеу керек қой. Так, сәл арырақ барып шабайын. Бізге достар примерно андай факел қоятын жер істеу керек достар. Так, ағаш где-то осы шет қалады деген ойдам достар. Так, сундуктар алмаппыз ғой. Ё-майо достар. Сундуктар алмаппыз ғой. Так, верстак. Сосын верстакпен менде деген достар не істеу керек білесіңдер ма? Так, андай опа, мына осындай палка істеу керек екен бізге бірінші достар. Осылайын бит где-то осынша палка жететін шығар деп ойлаймын. И және де достар кән. Опа, все. Үшеу ақ жетті ма не? Опа, тағы аламыз. И уже ағаш жетпей ма? Так, 6 аз болып қалды достар. Тағы да ағаш шабу керек бізге. Палкамыз көп болып қалды, ағашымыз аз болып қалды что-то. Тағы да ағаш шабайық осылайынан. Осылай сендер лайктарын басып отырыңдар видеоға достар, арнамызға тіркеліп отырыңдар. Давайте тез каналға, осы каналыма 100 мыңға жеткізіп тастайық. Барлығын тіркеліп достар. Так, бәрін битеміз қазір. Осылайынан андай дупқа айналдырамыз да. Екінші каналға да осы каналыма 100 мыңға жеткізіп берсе, осы каналдан да екінші күміс кнопкамызды алайық бәріміз бірге достар. И сол кезде вообще кайф болады достар. Так, енді маған деген қазір сундук істеп қою керек достар. Үйден сундукты алып ұмытып кетіппіз. Менде бір идея бар жалпы достар. Осылайынан битіп қоямыз да. И мынақа төбеге осылайынан битіп. Так, хоп, ой-ой достар. Так, оп, хей. Опа, все достар. Осылайынан бит костер қоямыз, түнде сәл жарық беріп тұрады. Біздің енді ауылдағыдай костер емес әрине достар. Ой, костер деппін ғой, факел. Бірақ сонда да нормально достар. Давайте екінші факел достар где-то осы жаққа қойып қояйық достар да. Мынаны былай сындырып аламыз. И мынаны достар сындырып тастайық достар. Мына өртеніп кетіп жүрмесін достар. Ё-май, түнімен ауылымыз, деревнямыз өртеніп отпасын. Так, бұны енді достар маған деген. Так, опа деп былайынан екіншісін қойып жіберемін. И все, түнде уже достар жарық болады. Қазір деген түн болған кезде де камераны қосып көрсетемін сендерге қалай болып көрінетінін. И мынақа, так, опа деп біреуін қоямыз. И кіреберіс жерге давайте достар біреуін қойып қояйық достар. Чтоб түнде бәрімізге ыңғайлы болу үшін. Так, по идее все достар. Бір факел алып кетті достар. Пока что бұл бір факелді бар ғой, мынақты қараңғы қойып қалады негізі түнде. И бір факелді давайте осы жерге қойып қоя салайық. Түнде полностью жарық әдемі түсу үшін. Все достар, қараңдар, ауылымыз уже нормально так дайын болып қалған сияқты да. Так, енді маған бір верстак қалды мына жерде. Бұл верстакты давайте мен үй жағыма қойып қоя салайын. Өйткені верстак дұрыс шәрт етеді мен ғана. И және де верстактың ішіне бізге сундук істеу керек. Сундук қателеспесем осылай істелінеді да. Опа, все достар. 2 сундук істеп қоямыз. И бұл 2 сундукты так қайқа қоямыз достар.
қайғы қойға болады бұл сундуктар жетелдер бәрімізге. Давайте осылайынан осылай 2 сундук қойып қояйық и ішке керек емес заттардың бәрін осылайынан лақтырамыз достар. Так, пока что тамақтарды лақтыра салсақ болады достар. Жетелдер керек кезде любой тамақтарды алып жіберіңдер. Мына сундуктың ішінде тұр. Жалпы болып қалған сияқты міне осындай палатка, түнде смело ұйықтаймыз. Жалпы қалай сендерге, нормаль ма? Иә, ба, вообще дерзко ғой. Айшуақ, мен деген басқаша болады деп ойлаған едім, вообще аюан болып жатыр ғой. Енді айттым ғой, осы сияқты түней тұрамыз енді 2-3 күн. Түнде бірге бәріміз отырып әңгіме айтамыз, не қылып отырып алып, короче, тема болады. Достар, қараңдар, осындай қылып істеп тастадым. Қазір деген түн болған кезде сендерге бір камера қосып көрсететін шығар. Мен пока что тамақ іше алайын, қарным ашып кетті әйтпесе достар. Так, достар, қараңдар, бізде уже түн болды. Біздің мынандай салып қойған ауылымыз қалай көрінетінін қараңдар достар, өте әдемі достар, маған ұнап жатыр, просто дерзко ғой. Кендер жетелдер келіп бірге отырып әңгіме айтайық, бір чипсы алдыңдар ғой да, бірге отырып әңгіме айтайық. Қараңдар, түнде осындай жап-жарық болып тұрады. Басқа жердің бәрі қараң, біздің мына жер жап-жарық достар. Қой, біз деген отырып әңгіме айтамыз, наверное, жетелдермен. Кендер жайғасыңдар, бәрің отырыңдар, ана ағаштарын да әкеп аласыңдар ма білмеймін. Мен видеомды аяқтайын достар. Осымен сендермен болған мен Айшуақ достар. Видеоны лайктарыңыз, арнамызға тіркелейік. Давайте тез осы каналға 100 000 подписчик жеткізейік достар. Сау болыңдар.